ұйықтамай ешкім жазылмайды. Сағат 9-да ұйықтап қалуға тырысыңыздар. Таңертең 5-те оянасың, 4-те, ол не важно. 7 сағат сен ұйықтау, сен ол қысқан әңгіме. Ұйқың қанды организм оятмақ тұрып ол бітті. Сағат 5-те уже күн шығып кетеді, неге тұрмасың? Уже жарық түседі, неге тұрмасың? Неменеге жатасың? Дұрыс па? Жалпы қыста Алла Тағала өзі түнді ұзақ қойды ғой. Көп ұйықтаңдар, ұзақ ұйықтаңдар. Ерте жатып кеш тұрыңдар. Күн шығып, мынау жер бетіне жылу келгенше ұйықтай беріңдер. Бұл табиғаттың заңы, жан-жануар солай түнімен ұйықтай, қыстай іннен кіріп алтай ұйықтайды. Бізде соғым етті жеп бор-бор осып ұйықтауымыз дейді. Көктемде ерте күн шықты ма, ерте тұруың керек. Жазда аз ұйықтап, кеш жатып ерте тұруың. Сонда жазда күн нешеде бар? 8-9-да сонға қарадыңыз. Сол кезде сен барып кешкі асыңды ішіп айтып сағат 10-11-де ұйықтасаң бармай. Таңертең сағат 5-6-да тұрып кетуіңіз. Табиғаттың заңына жүгінсе болды, ешқандай қиын емес. Сонда қарашы, адам емдеу просто табиғаттың заңына жүгін, тұрмыс режимі дұрыста, ішінен сыртынан жылу бер, жылу қуат, азағынан ауырамыз ғой. Температураны көтер, сосын блокты ашып, осы 3 тәсілмен жазып кетуге болады.